Құрметті халайық, бүгін сіздерге қазақ хандығындағы төлеңгіттер туралы, олардың тарихы, қайдан шықты, төлеңгіт деген кім, төлеңгіттер деп кімдерді атады, міне осыған байланысты сіз естімеген тарихты айтатын боламыз. Алдымен видеоны осы жерден тоқтата тұрыңыз, каналға тіркеліп бізге қолдау білдіріңіз. Қазақ хандығы құрылғаннан бастап хандар мен сұлтандардың сарайларында оларға белгілі бір адамдардың тобы қызмет етті. Бұл қауым көбінесе төлеңгіттер деп аталды. Енді осы төлеңгіттер туралы көптеген тарихшылар жазды. Солардың еңбектерінде 8 ғасырдың өзінде Алтай тауы мен Архон өзені аралықтарын мекендеген түркі тілдес төлеңгіт немесе телеңгет деп аталатын ұлыстың болғандығы туралы жазған. 9-11 ғасырлардың өзінде салт дәстүрлері түркілік төлеңгіттер Алтай бойын қоныстанған ұлыс болған. Олар әуелден ата қонысы болған. Айналасындағы туыс тайпалар секілді төлеңгіттерде де көшпелі және жартылай көшпелі өмір салтын ұстанып, мал және егін шаруашылығымен айналысқан екен. Төлеңгіттер негізінен бұл жауынгершілікке машықтанған өте ер халық болған екен, бірақ олар саны жағынан аз болған. 1207-1208 жылдары Шыңғысхан орман халықтары ойраттарды, якуттарды, буряттарды бағындырғаннан кейін оның батысында мекендеген төлеңгіттер мен телеуіттерге өз билігін жүргізуді ойлайды. Осыған байланысты моңғолдардың құпия шежіресінде былай деп жазылған екен: ұлы қағанға телеуіттерді басып алу оңай болды. Ал Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы бастаған қолға төлеңгіттерді бағындыру қиынға айналды. Өңкей жүйрік атқа мінген төлеңгіттердің аз ғана топтары Жошы әскерінің біресе ана жағынан, біресе мына жағынан келіп тиісіп, жасақтардың қатарын қатты селдіретті. Моңғолдар оларға найза сілтеп, садақ кезеп үлгергенше төлеңгіттер зым-зия болып отырды. Төлеңгіттер осындай тәсілмен моңғолдармен бірнеше ай соғысты. Ақырында ұлы қаған оларға кісі салды. Төлеңгіттер, мен бәрібір сендерді жеңем. Айналаңа қараңдаршы, сендерден 10 есе, 100 есе көп әрі күшті ұлыстар маған тізе бүкті. Мен өзіме ерекше қарсылық көрсеткен батыр ұлыстарды аса құрметтеймін. Сонымен қатар, оларды жеңген соң қатты жазалаймын. Бірақ маған өз еркімен келіп қосылғандарға тиіспеймін. Сендер ержүрексіңдер. Егер маған келіп басисеңдер, өздеріңе өзгеше құрмет көрсетіп, ұландарыңа қағандықтағы ең абыройлы қызмет хан жасауыл деген биік мәртебелі атақ беремін. Қол жеткен келісімге сәйкес төлеңгіт ұлысы Шыңғыс ханға бейбіт бағынады. Шыңғыс хан сөзінде тұрып, төлеңгіттердің басым көпшілігін хан жасауылы қызметіне қояды. Шыңғыс хан құрған мемлекеті тұсындағы төлеңгіттер туралы Талас Омарбеков мынадай пікір айтқан болатын: алғашқы орта ғасырларда Алтайда өзіндік тайпа бірлестігін құрған төлеңгіттер моңғолдарға қызмет ету барысында ыдырап кетті. Міне, бұл әрине Шыңғыс хан құрған мемлекеттің құрамына кіруімен байланыстыруға да болады. Төлеңгіттер көбінесе хандар мен сұлтандардың ғана бұйрығына бағынып, олардан басқасының бұйрығын орындамайтын ерекше сондай лауазымға ие болған. Олар көбінесе хандардың және сұлтандардың жеке бастарын қорғады және сонымен қатар хан сұлтандардың сарайларында қызмет етті, кейбіреулері елшілік қызмет атқарды және негізгі хан әскерінің немесе хан ұландарының сапында қызмет еткен болатын, яғни әскер қатарында да қызмет етті. Төлеңгіттер осыған байланысты бірнеше топтарға бөлінгенде айтуға болады. Біріншіден, бұлар хандар мен сұлтандардың әскерін құрайтын, олардың сарайын және жеке бастарын қорғайтын, сонымен қатар оларға қызмет ететін мемлекеттік қызмет атқарды деп те айтады. Сондықтан көбінесе төлеңгіттердің ішінде Абылай ханның тұсындағы төлеңгіттердің атқаратын қызметі анағұрлым көп болған екен және Абылай хан Арғын руының өзінен 1000-дай жігіттерді хан сарайына төлеңгіт деген қызметке алған екен. Қазіргі кезде Қазақстанның әр аймағында Найман төлеңгіті, Албан төлеңгіті,
жалайыр төлеңгіті, үйсін төлеңгіті, керей төлеңгіті деген ұғымдар бар. Міне, бұл тарих. Ал екінші тұрғыдан қарайтын болсақ, төлеңгіттердің бұл пайда болуы бұл көбінесе жауынгершілік заманның тұсында тұтқын болып келген жау елінің адамдарынан құралған. Негізінен жауынгерлік замандарда сырт елдерге жорық жасау барысында қолға түсіп, билеушілердің жеке иелігіне берілген соғыс тұтқындарынан тұрды деп көрсетілген болатын тарихи деректерде. Осыдан кейін Қалмақ төлеңгіті, Қарақалпақ төлеңгіті, Қырғыз төлеңгіті, Сарт төлеңгіті, Ноғай төлеңгіті, Түрікпен төлеңгіті деген сияқты атаулар пайда болған. Міне, көріп отырғандарыңыздай төлеңгіттердің шығу тарихы осындай. Құрметті халайық, егер видео сізге ұнаса, комментарий жазып қалдырыңыз және бұл видеоны барлық таныстарыңызға таратып жіберіңіз.